Құрметті қыз-келіншектер, құрақ құрауды жаңадан үйреніп жүрген болсын. Бұрыннан құрақ құрап жүрген қыздарға мен бүгінгі істеген мына көрпешемнің құрағын сіздерге таныстырып, осыны қалай құрағанымнан кішкене сабақ беріп өткім келіп отыр. Мен осыны жалғыз ғана осы 6 бұрышты қиып алдым. Осы 6 бұрыш арқылы 6 бұрышпенен мынаны құрағанда бұл гүл сияқты болып әдемі болып келіп тұрады. Ал дегенде құрау үшін біз міне жеріндегі мына жалғыз тігісін бір дегенде осы тігісінен бастап құраймыз. Міне мына үлгіміздің әртүрлі матадан үлгімізді қиып алған үлгіміздің мына бір жақ шетінен, мысалы мынандай жерінен ғана құраймыз. Мысалы бүйтіп тұрғанда міне мынандай жерлерінен құрап отырамыз. Bir дегенде ортасында мысалы сары болатұғын болса, осы сарының екі жағына мысалы күлгін, жасыл, қызыл деген сияқты осыны бір шаршы, өзі осындай үлкен бір шаршыны шаршыға мысалы ортасына мына 6 бұрышына 6 күлгінді келтірдік. Одан кейін сол 6-ға енді 6 бұрышымызға қайтадан шет-шетінің барлық бұрыштарына құрағанда үлкейтіп отырмыз. 12 жасыл, қызылдан 24. Осылай үлкейтіп салдық. Мынау қолтырмашы деп айтады, мына көкті мынаның барлығын құрап болып алғаннан кейін соңында міне жеріне мысалы мына көкті келтіріп отырған өзіміз белгілі міне жерден бір дегенде мынадарымызды құрап алғаннан кейін мына ирек тігісімізді соңында осылай қосып шығамыз. Барлық ирек тігістерін осылай қосып шығамыз. Бұл көрпешенің ұзындығы 2 метр. Ұзындығы 2 метр, мынандай осындай 3 шаршылы көрпе өте әдемі көрініп тұрады. Ортасындағы сарылары. Bir ғана осы жалғыз ғана үлгіменен осындай неше түрлі әдемі түрлеп тігуге болады. Енді бұны ең көп тарағаны осы, мен көп адамдардан заказ алып осындайды тіктім. Сіздер де тігіп үйреніңіздер. Ол үшін мына Bir дегенде каналға тіркеліп, осы сабақты жоғалтып алмау үшін қоңыраушасын басып отырыңыздар. Сіздер де үлес қосып өз пікірлеріңізді жазып отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар. Бүгінгі менің сабағым осыменен аяқталды.